Білім беру саласы таным, ұйымдастырылған оқу қызметі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Бүгінгі сабақтың тақырыбы математикалық модельдеу, спорт, есеп шығарамын. Бірінші тапсырма: Сырым мен Әлияға қандай спорт түрлері ұнайтынын анықта. Балалар, оны қалай анықтаймыз? Әлия мен Сырымның жанындағы торкөздің ішіндегі сандармен мына спорттық киімдердің астында тұрған есептердің жауабы сәйкес келуі керек. Сол кезде біз Әлия мен Сырымға ұнайтын спорт түрлерін анықтай аламыз. Мысалы, шаңғы спорттық киімінің астындағы есепті шығарайық. Бұл жерде 3 қосу 3 деп тұр. 3-ке 3-ті қоссақ неше болады, балалар? 6 болады. Дұрыс айтасыңдар. Яғни шаңғы спорты Сырымға ұнайды екен. Ал қалған спорттық киімдердің астындағы есептерді шығару арқылы сендер Сырым мен Әлияға ұнайтын спорт түрлерін анықтап көріңдер өз беттеріңше. Екінші суретке назар аударайық. Әлия мен Сырым медаль жеңіп алды. Есеп құрастырып шығар. Әлия бірінші орын иеленді 4 спорт түрінен. Яғни бос торкөзге 4 санын жазамыз. Ал Сырым екінші орын жеңіп алды. Бірақ оның жеңген медалі Әлиянікіне қарағанда көп. Ол екінші орыннан орын алды 6 спорт түрінен. Яғни 4-ке қосамыз 6 екінші орын алған медальдардың санын. Тең болады, балалар. Неше? Есептеп көрейік. 10 медаль бар екен. Оны мына жердегі медальдарды санау арқылы таптық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші тапсырма: моншақтарды кез келген тәсілмен 2 түске бояу керек. Балалар, алдымен үстін бастырып сызамыз, содан кейін өзімізге ұнаған 2 түспен бояймыз. Міне, ары қарай осы заңдылықты өздерің сақтай отырып бояңдар. Үшінші тапсырма: Сырымға бас киім мен футбол жейдешесін таңдаудың қандай нұсқасын ұсынар едің? Сызықпен қос. Таңдаған нұсқаңды төмендегі боялмаған бас киім мен футбол жейдешелерін бояу арқылы көрсет. Балалар, сабағымыз түсінікті болса, бағдаршам әдісі арқылы өз-өзімізді бағалайық. Егер сабақты жақсы түсінген болсаңдар, бағдаршамның жасыл түсін таңдаңдар. Сабақты жартылай түсінген болсаңдар, бағдаршамның сары түсін таңдаңдар. Сабақты мүлдем түсінбеген болсаңдар, бағдаршамның қызыл түсін таңдау арқылы маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.